Bunun endi bir kıylı әңгімесін айтайын. Мен осыдан 10 шақты жылдың шамасында дәл қай жылы, қай күнін ұмытып алдым. Бірақ 10 шақты жылдың шамасында бір қасқыр дүргі сап отырдым, апанға кірді. Апанына, қорым арасындағы апанына кіріп кеткенде, зырғып екпеттеп, таяп отырып кеп атайын дедім, шықпады. Апанның аузына тура келдім. Тура кеп чапанды шешіп тастап, апанды бекітіп алдым. Апанды бекітіп ап, көрші қолаңнан кісі жиып, қопардық апанды. Қопарып, таянқырап келдік енді бір 2 метр жер қазғаннан кейін. Сол кезде ырылдап күрілдеп сөйтті. Сосын күшік қаңқылдап сөйтті. Ырылдап күрілдеп сөйткесін мылтықты соғып қойып, енесін аттым. Сосын енесі өліп, енесін суырып ап шықсақ, ар жағында 4 күшіктің басын қырқып тастапты. Жүрегім жаман болып кетті. Ай, мен қат істеп қойдым ба деп ойладым сонда енді. Сонда тірідей, сендер онсыз да қолымнан кеттіңдер. Тірідей енді ана жаудың қолына екі аяқты әзәзілдің бермейін дегенде сонда. Біз болсақ төсек астына кіріп кетпейміз ғой. Сонда не деген қайратты хайуан деп ойладым. Өзі күшіктердің басын қырқып жіберіпті сонда. Сонда жүрегім... Мына неге ондай дегенде екі аяқты әзәзілге тірідей қолына бермеу үшін өзі қолынан өлтіріп жатыр. Күшіктер. Қор болып мына ұсақ қалған содан өзім өлтірейін деп өлтірді ғой деген менің миымда, түйсігімде сөйтіп қалды. Сонда енді қу бала ғой. Сонда бір аңшылықты қойып кеттім деп келіп ойладым енді.